Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Алия. Бүгін сіздерге вафельный крошканың жасалу рецептімен бөлісемін. Бұны кез келген торттарды сәндеуге, пирогтарға, капкейктерді әрлеуге пайдалансаңыздар болады. Жасалу жолы оңай, әрі тез жасалынады. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Мен молочная девочканың сыртын қаптауға пайдаландым. Алдымен бізге бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға құмшекер ұнтағын қосамыз, яғни сахарный пудраны қосып, екеуін бір-бірімен араластырамыз, бір-біріне біріккенше. Осыдан соң бір жұмыртқамызды қосамыз. Бұны да бір-бірімен біріккенше әбден араластырамыз. Міне қыздар, менде әбден араласты. Енді осыған електен өткізіп, ұнымызды қосамыз. Бұны да араластырып аламыз. Бір келкі қамыр шыққанша. Міне осындай тесто бізде шығады. Бізге осындай штапель керек болады. Пергамент қағазымызға бір ас қасық тестомызды салып алып, штапельмен жұқа етіп жаямыз. Барлық жерін барынша тегістеп жұқа етіп жаямыз. Видеода көргендеріңіздей. Менде дәл осындай жұқалықта болды. Қыздар, менде барлығы 4 пергамент қағазына шықты. Осыны қызып тұрған 180 градус пешімізде 5 минутқа қарап тұрып пісіріп аламыз. Әйтпесе күйдіріп алуымыз мүмкін. Менде осылай пісіп шықты. Пергамент қағаздан оңай ажырап алынады. Сіздерде пергамент қағазы фрикенбоктың қағазын пайдалансаңыздар өте жақсы. Ешқандай да жабысып қалмайды. Осылайша барлығын бір ыдысқа салып алып, қолыммен жаймендеп сындырамыз. Қатты майдалап жібермейміз. Жаймендеп орта көлемде қолымызбен барлығын сындырамыз. Арасында қалған ірілерін, үлкендеулерін барлығын сындырып шықтым. Міне қыздар, видеода көргендеріңіздей, менде осындай болып шықты. Барлығы. Бұны банкаға салып сақтасаңыздар да болады. Шамамен 1 ай уақытқа дейін сақталынып тұрады. Қыздар, сіздерге бұл рецепт керек деген ойдамын. Кез келген тортты, капкейктарды, пирогтарды сәндеуге таптырмас нәрсе. Өзіме дәл осы рецепт ұнайды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама жазылып, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге көптеген қызықты рецепттермен бөлісемін.